Бәріңе сәлем. Бүгінгі видеода Windows-тағы рабочий столды әдемі, қатпайтындай және минималистичный қыламыз. Негізі осындай видео каналда бар, бірақ ол кезде менде ноутбук болған, ал қазір мен жаңа компьютер алғандықтан көп нәрсе өзгерді және өзімнің қосатын заттарым көп. Бұл видеоны мен көп уақыттан бері шығарам деп жүргенмін, бірақ маған бұдан қызықты идеялар келе бергендіктен видеоны кейінге қалдыра бердім. Содан бері енді видео шығып тұр. Ал осы видео ПК пользовательдер мен ноутбук пользовательдерге қызық болады деп ойлаймын. Сондықтан видеоға кеттік, короче. Это переход, короче. Алдыңғы ең бірінші Windows туралы видеодан кейін сендердің рабочий столдарың осындай болады. Егер осындай болмаса, онда сол видеоны көріп барып осы видеоға көшіңдер. Осындай Windows туралы видеоның бірінші частын ссылкасын описанияға қалдырып кетемін. Короче, сол видеоны көргеннен кейін рабочий столдарың тап-таза және минималистичный болады деп ойласаңдар, онда қателесесіңдер. Жоқ, рабочий стол бірақ бір шетінен среднестатистический рабочий столдардан қарағанда нормальный болады. Просто бүгін рабочий столды одан да жақсы қыламыз. Ең алдымен біз курсорды панельге апарамыз да мышканың оң жағымен басамыз. Сосын мына заттардан птичканы алып тастаймыз, өйткені бұлар ешкімге керек емес. Просто рабочий столымызды бұзып тұр. Егер сен новыйдан компьютер алған болсаң, онда мен саған 100% айтайын, сен бұларды вообще қолданбайсың. Ал саған минималистичный рабочий стол керек болғандықтан бұларды обязательно алып таста. Және бәрін біткеннен кейін мышканың оң жағымен панельді басамыз да поиск деген жерге скрита дегенді белгілейміз. Сосын бізде панельде тұрған поисктың иконкасы жоқ болып кетеді. Осы жерде новичоктарда паника басталады. Тоқтаңдар, без паники, негізінде бұл поисктың пайдасы жоқ. Өйткені біз поискті ашып бірдеңке жазатын болсақ, өзімен өзі поиск пайда болады. Сондықтан бізге иконка керек емес. Просто біздің рабочий столымыз әдемі болғанын қаласаң, алып таста. Сосын интернеттен Rainbow курсор деген архивті жазып аламыз. Іздемесеңдер болады, ссылкасын описанияға қалдырып кетемін. Сосын архивті ашамыз да өзімізге ұнайтын керекті любой түсті таңдаймыз. Сол ұнаған түсті рабочий столға шығарамыз. Файлға кіріп install деген жерге мышканың оң жағымен басамыз да установить дегенді басамыз. Міне бізге новый курсор жазылды. Енді файлды рабочий столдан өшіріп тастауға болады. Ал курсорды активировать ету үшін рабочий столда мышканың оң жағымен басамыз, сосын персонализацияға кіреміз. Персонализацияда бірінші темаға кіреміз, одан кейін курсор дегенге кіреміз. Сосын схема деген жерде өзіміздің керекті курсорымызды таңдаймыз. Сосын біздің курсорымыз осындай әдемі болады. Енді біз Windows-ымызды бір программа арқылы ыңғайлы қыламыз. Ол программаның аты Qt-Tab. Ол программаның аты Qt-Tab. Ол программаның аты Ол программаның аты Qt-Tab бар. Qt-Tab бар. Ура, победа! Бұл программа арқылы негізінде Windows-ты өзіңнің қалауынша настройка жасауға болады. Бірақ маған ұнаған функциясы, файлдарды осылай браузердің вкладкасы сияқты ашуға болады және де фотоларды ашпай-ақ көруге болады. Тек қана фото емес және видеоны да солай істеуге болады. Онымен қоса оның дауыстары да естіледі. Бұл программаны скачать ету үшін описаниядағы ссылкаға кіреміз, сосын скачать Qt-Tab бар дегенді басамыз. Сосын мына жерде Windows-ымызға байланысты таңдаймыз. Windows-ымыз 32 болса 32 биттікті таңдаймыз, ал 64 болса 64 биттікті таңдаймыз. Скачать етіп біткеннен кейін архивке кіреміз да установка жасаймыз. Установкадан кейін любой файлға кіреміз да файлдың үстінде вид дегенді басамыз. Сосын бірінші параметрі дегенді басамыз, екінші Qt-Tab бар дегенді басамыз. Енді біздің файлдардың окошкасы браузердағыдай вкладкаға бөлінеді. Және біз курсорды любой фотоға апаратын болсақ, фото ашылмай-ақ сыртынан көрінеді. Бұл в основном мен сияқты монтаж жасайтын немесе фото мен видеомен жұмыс істейтін адамдарға ыңғайлы. Енді біз компьютерімізге келесі программаны жазу керекпіз. Описанияда Sharex деген программаның ссылкасына кіреміз. Кіргеннен кейін осы сайтта download деген кнопканы басамыз. Сосын бізге программа жазылады. Программа жазылып біткеннен кейін установщикті ашамыз. Мына жерде даны басамыз. Мына жерде үстіндегісін белгілейміз. Сосын екі рет next-ті басамыз. Осы жерде үстіңгі 3 галочканы алып тастаймыз. Потом next басамыз, одан кейін install-ды басамыз. Жазылып біткеннен кейін мына жерден галочканы алмаймыз да finish-ті басамыз. Бұл негізінен Windows-та удобно скрин жасауға арналған программа. Мына комбинация арқылы түрлі заттар істеуге болады. Бұл программа обычный Windows-тың скриннен қарағанда ыңғайлырақ. Себебі біз бұл программамен тез скриншот жасай аламыз және жасап болғаннан кейін Ctrl-V мен біреуге жібере аламыз. Сосын бұл программамен скрин жасаған кезде бір жерді ғана скрин жасасақ та болады. Мысалы бізге экранымыздағы тек қана бір область керек болса, сол жерді белгілеп, сол жерді ғана скрин жасауға болады. Және белгілеген областтың каждый пикселін точно көріп белгілеуге болады. Осыдан басқа да бұл скрин жасайтын программада мүмкіндіктер көп. Даже бұл программада скрин жасап болғаннан кейін өзіңнің тексттарыңды жапсырсаң болады, смайликтарды қойсаң болады, әртүрлі заттар істесең болады. Короче, жазып алсаңдар болады,
да ары қарай өздерінің комбинацияны көріп программаны үйренгеннен кейін ең удобный болады. Ал келесі Windows'ты ыңғайлы қылатын программаның аты Air Explorer. Бұл программа көбінесе компьютерінде памяті аз адамдарға арналады. Егер де сендердің компьютерлеріңде память аз болса, онда компьютерді қинап ол жерге көп файл сохранить етудің керегі жоқ. Көбінесе видео, фото деген сияқты заттар компьютердің памятін көп алады. Мен сендерге оданша ол фото, видео деген заттарды облакаға жіберуді ұсынамын. Облака дегеніміз интернет арқылы басқарылатын память. Яғни сен белгілі бір памятті сатып аласың, одан кейін сол память сенің аккаунтыңда сақталып тұрады. Сол памятке сен өзіңнің файлдарыңды жіберсең болады. Және сол файлдар керек болса, любой жерден және любой ноутбуктан өзіңнің аккаунтыңды жазасың да файлдарыңды ала берсең болады. Егер де сенде файлдар көп болса, бірақ компьютеріңде орын болмаса, онда облакаға да ақша төлемеймін десең, онда сен қателесесің. Өйткені облакаға ақша төлемесең де сен по-любому жесткий диск немесе флешка аласың. Ал облака арзанырақ және де сен өзіңнің данныйларыңды әр жерге таси аласың. Сондықтан да мен саған облаканы қолдануға кеңес беремін. Қандайын таңдаймын десең, әркім өзі біледі. Ал егер де сен облаканы бұрыннан бері қолдансаң, онда мен саған Air Explorer деген программаны ұсынамын. Бұл программа арқылы сен облакадағы заттарды компьютерге өткізе аласың, ал компьютердегі заттарды облакаға өткізе аласың. Яғни бәрі тез болады. Қысқасын айтқанда сен файлдарды өзіңнің компьютеріңнен басқарасың. Бірақ по факту ол файлдар сенің компьютеріңде тұрмайды. Қысқасын айтқанда бұл программа сенің өміріңді оңайлатады. Енді мен сендерге соңғы Windows'та істейтін затты көрсетейін. Ол үшін панельдегі уведомление деген жерге кіреміз. Сосын ночной свет дегенді мышканың оң жағымен басамыз да перейти к параметрам дегенді басамыз. Келесі параметры ночного света дегенді басамыз. Сосын ночной светтің қосылатын уақытын жазамыз, сосын өшетін уақытын жазамыз. Егер де бұл не деп ойласаңдар, қараңдар. Сендер ночной светті қосқан кезде экрандарың сары болып кетеді. Бұндай функция тек қана Windows'та ғана емес, бүкіл телефондарда бар. Бұл функцияны обязательно түнге қарай қосу керек, өйткені көздің денсаулығы маңыздырақ. Ал егер де сендер қазір ғана менен қайталаған болсаңдар, онда өздерінің уақыттарында қосылып, өзінің уақытында өшеді. Мысалы, менікі сағат кешкі 7-те қосылып, таңертеңгі 7-те өшеді. Осымен мен сендерге Windows'тың последний функциясын көрсеттім. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңдер. Менде осымен айтатын заттар бітті. Осымен видео аяқталды. Давайте, короче.